үйімізде намаз оқылмаса, Құран оқылмаса, Алла дәріптелмесе, отбасымызбен Алланың хақ діні айтылмаса, ол жерден періштелер кетеді де ол жерге шайтанның әскері келеді деген. Шайтанның әскері белгілі. Олар сіздің отбасыңыздың ойранын шығарады. Шайтанның әскерінің ішіндегі ең үлкен олар үшін абыройқыл жұмыс ол айырылыстыру деген ғой. Ана іблис ең үлкен аталары. Сол іблис өзінің әскерін жинап алып кешке олардан отчет алады екен. Кім не істеді бүгін? Анау айтады, ананы төбелестірдім дейді, ананы ұрлық жасаттым, анаған пара алғыздым дейді, бірдеңе істеттім, арақ ішкіздім, намазды оқытпай қойдым, түрлі нәрсе істеткен ғой әрқайсысы. Сол ішінде біреуі мен бүгін 2 жасты айырылыстырдым деп айтады дейді. Ана іблис өзінің отқан орындығынан тұрып, ана жаңағынан орнына отырғызып мақтайды екен соны. Мынау сияқты ешкім жұмыс істемепті бүгін деп. Вот мынау молодец. Деп соны мақтап басқаларына ғибрат қылады дейді ғой. Ол не істеп келген ол? 2 жасты айырылыстырған ғой. Бұл деген сөз шайтан демек біздің отбасымызға кіріп алып, бауырлар ойламаңыздар, қатты жұмыс істейді.